Қайырлы күн, көрермен! Үйіңізге алғаш рет қонақ болып бала келгенде сыйлық сыйлайсыз ба? Балаға сыйланған сыйлықтың атауын білесіз бе? Бүгін балаға сыйланатын сыйлық жайлы айтамыз. Құндылықтарымыз жайлы арнама тіркеліп алыңыз, қоңыраушан басып қойыңыз. Бұрынғы кездері ата-бабаларымыз ата-анасына еріп алғаш рет қонаққа келген баланы елеп ескерген. Балаға сыйлық ретінде қозы-лақ, бұзау бота құлын берген. Бұл дәстүр көген-түп деп аталады. Көген-түп көген сөзінен шыққан. Көген дегеніміз ұшы түймеленген қысқа жүннен жасалған жіптер. Оларды жуан арқандарға тізбектеп, қозы-лақтарды байлаған. Себебі қойларды сауғанда қозылар жамырап кетпесін делінген. Қозыларды арнайы иіту үшін көгеннен алып отырған. Көгендікке алынған төлдер сатылмайтын, сойылмайтын болған. Осы төлдерден отар жасалынып отырылған. Көген сөзінен көген-түп сөзі шыққан. Балаға көген-түп бергендегі мақсат біріншіден қуанту, екіншіден сенің мал дүниеңнің бастауы болсын деп берілген. Баланың ата-анасы да баласын елеп ескергендігі үшін үй иелеріне ризашылығын білдірген. Кім баласын қуантқанды ұнатпайды дейсіз? Осылай екі отбасының ортасындағы жылулық, татулық нығая түскен. Қазіргі кездің көген-түбі балаға берілетін самокат, велосипедтер деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңыз туралы комментарий қалдырыңыз.